Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біз сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде ақпарат типтері деген сабақ. Ақпарат типтері. Бүгін біз Паскаль тіліндегі қандай типтер бар екендігін қарастыратын боламыз. Паскаль тіліндегі типтер біз өткен сабақтарда айтқандай, мына var кілт сөзінен кейін осы begin кілт сөзіне дейін жазылып өтеді міндетті түрде. Және Паскаль тілінде бізде неше түрлі типтер бар. Ол сандық тип, ол заттай, реал деген заттай, яғни бөлшектік сандық тип. Бұл туралы қазір түсіндіретін боламыз. Онымен қатар символдық тип, онымен қатар boolean деген шарттық тип болып табылады, яғни я немесе жоқ деген екі мәнді қабылдайды. Және де біз осы типтерді массив ретінде пайдаланатын array деген типіміз бар. Енді мына кітапта біз әрбір типке мысал келтірдік. Мына мысал бізде өткен сабақта қарастырылды. Сонда да осы мысалды қарастырып, тақырыптың мағынасын ашып көрейік. Міне осылай біз типтерді осылай жазамыз. Бұл жер түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни жазылу тәсілі осындай. Енді міне біздің ең бірінші integer типіне арналған мысалымызды қарастырайық. Бұл мысалда мінекей біз write операторы арқылы n санын енгіз деген алдымен жазуды экранға шығарып жатырмыз. Одан кейін read ln операторы арқылы қолданушы енгізген n санын программаға енгізіп жатырмыз. Ол осы n айнымалысына сақталады енгізілген сан. Және де мына write операторы арқылы n санының квадраты деген сөзден кейін n санының квадратын есептеп экранға шығарып жатырмыз. Орындап көрейік. Міне n санын енгіз. Мысалы үшін 8-дің енгізіп көрейік. Enter батырмасын басамыз. n санының квадраты 64 деген жауап шықты. Міне бұл integer типіне арналған мысал болатын. Integer типі бізде бүтін сандық тип болып табылады. Бұндай типті айнымалыға, яғни осы n айнымалысы бізде integer типті болса, n айнымалысына біз тек қана бүтін сандарды сақтаймыз. Мысал ретінде ол 1, 2, 3 деген сияқты, яғни тек қана бүтін сандар. Егер біздің сан бөлшектік, яғни 1,5 немесе 1,9 немесе 1,51 деген сияқты мағыналарға ие болатын болса, бұндай сандарды біз integer типіне сақтай алмаймыз. Бұндай санды сақтайтын болсақ, Паскаль тілі бізде қателік шығаратын болады. Бұндай сандарды, бөлшектік сандарды сақтауға бізде реал типі жауап береді. Міне реал типі бұл керісінше жаңағыдай бөлшектік сандармен жұмыс жасайды. Бұл реал типі кішкене универсалды тип сияқты, өйткені бұл реал типіне біз бүтін сандарды да, сонымен қатар бөлшектік сандарды да сақтауға болады. Сол себептен болар көп есептерде бағдарламалаушылар Паскаль тілінде осы реал типін көп қолданады, өйткені кейде integer типімен шығаратын есепті да осы реал типімен шығарып кетеді, өйткені бұл сондай екі түрлі мәнді да қабылдай береді. Енді реал типіне арналған мысалымызды орындап көрейік. Міне мен begin бөлігіндегі жерді көшіріп жазып жатырмын. Экранды өшіріп алайық. Бірден мінекей бізде қайтадан n санын енгізуді сұрап жатырмыз, және өткен мысалда біз n санының квадратын шығарған болсақ, енді бұл санда біз n санының түбірін қайтарып жатырмыз. Яғни біз квадраттық мәнді береміз, ал бағдарлама бізге түбірін қайтаратын болады. Мысалы 25-ті беретін болсақ, 25-тің түбірі 5. Яғни бұл квадраттың керісінше амалы. Мысалы 5-тің квадраты бізде 25 қой, ал біз керісінше 25-тен 5-ті алып жатырмыз. Бұл жерде біз не үшін
осы реал мәнін қолданып жатырмыз. Өйткені мысалы біз 20 деген сияқты мәнді беретін болсақ, қазір бізде есептің жауабы мінекей бөлшектік мәнге ие болады. Сол себептен біз реал типімен жұмыс жасаймыз. Сол себептен біз осы реал типімен осы есепті шығарып жатырмыз. Бұл бізде реал типіне арналған мысал болып табылады. Енді келесі мысал бізде string типіне арналады. Осы мысалды қарастырып талқылап көрейік. Міне бізде А және Б айнымалысы бар. Егер екі айнымалыны бірден бір типті, бірақ бірдей осындай екі айнымалыны атау керек болса, былай үтір арқылы жазып жіберуге болады. Мінекей екі айнымалы бар бізде А және Б. Мінекей А айнымалысына біз сәлем Қазақстан деген символдар жинағын беріп жатырмыз. Және келесі жолда біз мінекей Б айнымалысына осы символдық қосу операциясын орындап жатырмыз. Яғни мына А айнымалысына, мына сәлем Қазақстан жинағына біз соңына тағы леп белгісін қосып жатырмыз. Және кейін осы мәнді экранға шығарып жатырмыз write оператор арқылы. Орындап көрейік. Міне бізде сәлем Қазақстан және леп белгісі бірден шығарылып жатыр. Келесі мысал бізде массивтерге арналған array. Бұл жерде біз жалпы мүмкіндіктерді қарастырып жатырмыз, яғни қалай бұл орындалады, мағынасы қалай деген сияқты. Ал негізінде шынайы есептер күрделі немесе басқа талаптарды, яғни логикалық, сізден бір логикалық ойлау қабілетін қажет етуі мүмкін. Біз қазір сабақта логикалық ойлау қабілетін емес, жалпы тілдің мүмкіндіктерін, яғни қалай орындау құрал жабдықтарымызды түгендеп алып жатырмыз, яғни жалпы мүмкіндіктерді түсініп алып жатырмыз. Міне бізде array деген құрамында үш элементтен тұратын string типті массивті беріп тұрмыз. Яғни бізде А айнымалысының құрамында үш айнымалы бар. Яғни бұл бізде, мысалы біз былай string деп беретін болсақ, біз бір А айнымалысының бір өзін бір ғана айнымалы ретінде қолданамыз. Ал былай array деп берген кезде біз мінекей мына бірден бастап үшке дейін, яғни осы бір айнымалының ішіне үш айнымалыны бірден сыйғызып жатырмыз дегенді білдіреді. Массив деген осы, яғни бір айнымалының ішінде бірнеше айнымалы сақталады. Оларға қатынау реті мынандай A1, A2, A3 деген ретті түрде орындалады. Бұл бізде бағдарламаны цикл арқылы, айналым арқылы орындаған кезде өте қажет болады. Мінекей біз мындай мысал келтіргенбіз. Үш досыңыздың атын жазыңыз дейміз. Және де мінекей read операторы арқылы Аның массивтің үш элементіне үш досымыздың тізімін алып жатырмыз. Және ең соңында олардың тізімін экранға қайтадан шығарып жатырмыз. Мысалы, мінекей менде Нұрғиса, Азамат, Амангелді деген үш досым бар мысалы. Осы үш досымның тізімін мінекей Нұрғиса, Азамат, Амангелді деп мынандай ретпен орындап тұрмыз. Бұл мінекей массивтерге бір мысал болып табылады. Келесі өтетін тақырыбымыз ол boolean типі. Осы boolean типінің мысалын қарастырып өтейік, және бүгінгі сабақ осымен аяқталады. Міне boolean типіне арналған мысалымыз. Бұнда бізде адамның жасын енгізуін сұрап жатырмыз. Егер осы енгізілген және осы санды мінекей n айнымалысына сақтаймыз. Егер осы сан мінекей 40-тан аз болса, онда осы 40-тан аз немесе жоғары болуын біз A айнымалысына беріп жатырмыз. A деген бізде boolean типті айнымалы бізде екі мәнде болады. Ол біреу иә, біреу жоқ. Осындай екі түрлі, яғни шарттық айнымалы деген айнымалы бар бізде. Және осы айнымалыны біз осы айнымалыға мінекей шартты сақтап жатырмыз. Мысалы бізде А қазір 40-тан кіші болса, онда айнымалысы иә деген мәнге ие болады. Ол true деген
деп жазылады. Ал егер 40-тан жоғары болатын болса, онда ол жоқ деген мәнге ие болады. Ол false деген мағына, false деп жазылады. Және мінекей шарт қойып жатырмыз. Шартқа біз осы a айнымалысын қолданып жатырмыз. Мінекей a егер true болса деп жатырмыз, яғни a мәнісі рас болса, яғни 40-тан кіші екендігі рас болатын болса, онда әлі жас екенсіз деген сөз экранға шығады. Ал else деген, яғни ондай емес болса, онда 40-тан асқан кісі болса, онда ақылыңыз толысқан шақта екенсіз деген жазу шығатын болады. Осындай бағдарлама. Мінекей жасыңыз десе де, мысалы 25-те болатын болса, мен жасым әлі жас екенсіз деген сөз шығады. Мінекей қайтадан орындап, 45-те деп жазатын болсам, ақылыңыз толысқан шақта екенсіз деген сөз орындалып тұр. Осы жерде біз мінекей boolean айнымалысын мына шарттың мәнін анықтау үшін пайдаланып отырмыз. Осымен бүгінгі типтерге арналған сабақтарымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.